Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Дастарханымыздың сәнін келтіретін дәмді бауырдан торт жасаймыз. Бізге керегі 400 грамм бауыр. Оны пленкасынан, жилкасынан тазартып аламыз. Бірінші ет тартқыштан тартып, одан кейін блендерді пайдалансаңыздар, бауырларыңыз сұйық болып шығады. Бізге керегі 1 шай қасық тұз, 2 жұмыртқа. Тағы да бәрін жақсылап араластырып аламыз. Каналыма жазылып, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Енді бізге керегі 1 стакан ұн. Онды шетінен салып отырып, араластырамыз. Енді 1 стакан сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып, комоктарын кетіреміз. Осының үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Енді табамызды қыздырып, майлап, оған блины құйған сияқты бауырымызды жұқалап құйып шығамыз. Және оны орташа отта пісіреміз. Піскен кезде беті құрғай бастайды, сол кезде екінші бетіне аударып аламыз. Енді торттардың ортасына жағатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі 1 пияз. Оны әдемілеп сақтап турап аламыз. Және 1 сәбіз, оны үккіштен өткізіп аламыз. Сарымсақ, яғни чесноктан 3 түйір. Қызып тұрған табаға бірінші пиязымызды салып қуырып аламыз. Ол жұмсара бастаған кезде сәбізімізді салып тағы бірі қуырып аламыз. Енді бір жеке ыдысқа сарымсақтың үстіне майонез қосып араластырып дайындап қоямыз. Ортасына жағатын салмаларымыз дайын. Бірінші слойға пияз бен сәбізді жағамыз. Ал енді екінші слойға сарымсақ араласқан майонезді жағып шығамыз. Осылайша кезектесіп жағып, тортымызды жинаймыз. Тортты жинап болғаннан кейін әркім өз қалауынша тортты әрлесе болады. Оған сан түрлі варианттары бар. Торттың бетіне укропты сақтап турап сеуіп шықса болады, немесе жұмыртқамен әрлеуге болады. Мен жұмыртқаның ағын сарысынан бөлек, екеуін үккіштен бөлек өткізіп алдым. Дастарханға қойғанға өте әдемі, дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер.